Дәл осы тақырыпты көпшілік мұсылман қыз келіншектер білмейді. Оларды білу не үшін маңызды? Махрам деген кезде біз бірінші түсінуіміз керек болған нәрсе, бұл үйленуге тыйым салынған ер адамдар әйелдер үшін, ал ерлер үшін әйел адамдар. Яғни үйленуге өзара болмайды, рұқсат етілмейтін адамдар. Кімнің махрам емес екенін білгеннен кейін ол адамдардың алдында орамалсыз жүре алмайсыз. Қазақта мысалы 7 атаға дейін қыз алыспау деген нәрсе бар, иә. Бірақ бұл деген сөз 7 атаға дейінгі қыз алысу харам екендігін көрсетпейді. Таңғалатындай нәрсе болуы мүмкін. Неге анандай ғой, мынандай ғой деп, себебі біздің салт дәстүрімізде біз ол нәрсеге мән бермейміз. Алайда біз таңдауымыз керек. Қазір мен шариғаттың үкіміне бойсынамын ба, әлде салт дәстүрге бойсынамын? Біліңіздер, шариғатқа бір нәрсені бекіткен кезде, немесе бір нәрседен тыйым салған кезде, ол жерде міндетті түрде Алла тағаланың даналығы бар, хикметі бар. Сондықтан да біз оған бойсынатын болсақ, біз ол нәрсені ұстанатын болсақ, онда ол жерде береке болады.